Армысыздар, құрметті оқырмандар. Арнаулы кітапхананың ұйымдастыруымен діни экстремизм және терроризм атты онлайн ақпарат сағатын назарларыңызға ұсынамыз. Қазіргі кезеңде дінді өздерінің саяси мақсаттарында қолданатын экстремизм мен терроризм мемлекеттер мен қоғамдағы бейбітшілік пен қауіпсіздікке ерекше қауіп төндіруде. Дін мен оның құндылықтарын бетперде еткен жалған уағызшылар жаһандық деңгейде ауыздық пен өшпенділік туғызып, төзімсіздік пен зорлық орнатуда. Діни экстремизм діндегі шектен шыққан көзқарастар мен әрекеттерге берілгендік. Латын тілінен аударғанда қорқыныш, үрей деген мағынаны білдіретін терроризм экстремизмнің асқынған көрінісі. Терроризм зорлықтың аса қатыгез, үрейлі түрлері мен әдістерін пайдаланып, саяси мақсаттарға қол жеткізуді көздейді. Діни экстремизм мен терроризмнің әлеуметтік зияны мен қаупі, қоғам мен мемлекетке аса ауыр психологиялық және материалдық шығын әкелуі, адам өмірін қиюы, азаматтық өшпенділікті немесе алауыздықты тұтатуы, мемлекеттің конституциялық құрылымын өзгертуді және оның аумақтық тұтастығын бұзылуды мақсат ететін бірқатар заңсыз қарулар құрылымдардың қызмет етуі. Діни экстремизмнің қылмыстық көріністерінің салдары бірден-бір байқалмауы да мүмкін немесе ұзақ мерзімде зардаптар әкелуі де мүмкін. Ендігі кезекте экстремизм мен терроризмнің алдын алу жолдарына тоқталамыз. Экстремизмге қарсы күрестің бірден-бір жолы олар туралы өз уақытында шынайы мәлімет беруі. Секталардың, экстремистік топтардың қаупі туралы жастарды көбірек хабардар етіп отыру қажет. Әлдекімдер осындай жастардың қолымен от көсеп, өз мақсаттарына жетуді көздеуде. Террорлық әрекетке барып жатқандар мешіт жамағатынан шыққан діндар жандар емес. Діндар кісілер мұншама жауыздықты әрекетті жасай алмайды. Жанкештілікке көбіне діни сауаты жоқ адамдар барады. Олардың әлдекімнің мынаны өлтіру керек дегенін бұлжытпай орындайды. Мұндай жағдайдан алып шығар жалғыз ғана жол ол адамдарға ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін үйрету. Шынайы мұсылман адамның еш уақытта лаңкес бола алмайтындығын түсіндіруіміз керек. Ислам діні адамзатқа түрлі халықтар арасында тыныштық, бірлік, ынтымақ қалыптастыру мақсатында түсірілген. Аллахтың 99 көркем атының бірі ассалам, тыныштық, бейбітшілік болуы. Ислам сөзінің араб тілінде тыныштық, бейбітшілік мағынасын білдіретін түбірден шығатыны біраз сырды аңғартса керек. Әрбір мұсылман бір-біріне амандасқанда амандық, тыныштық тілеп сәлемдеседі. Жалпы террордың ұлты да діні де жоқ. Сол тұрғыдан мұсылман адамның террорист болуы әсте мүмкін емес. Ислам дінінің терроризм, экстремизммен үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Қорытынды сөз ретінде бұл мәселе тек біз өмір сүріп жатқан уақытта пайда болып шешілетін мәселе емес. Сол себепті болашақ ұрпағымыздың саулығы мен жарқын келешегі үшін де бүгіннен бастап әрекет еткеніміз жөн. Біздер болашақ ұрпақты отан сүйгіш, діни тұрғыда сауатты, патриотты, елге адал қызмет ететін тұлға ретінде тәрбиелеуімізді өзімізге бүгіннен бастап міндет етуіміз абзал. Алла тағала халқымызға амандық бергей, еліміз бейбіт күн кешіп, мемлекетіміздің тәуелсіздігін баянды еткей. Тыңдағандарыңызға рахмет.